Бүгінгі таңда тәттілерден қалай бас тартуға болатындығы өте маңызды тақырып. Өйткені тәттілерден бас тартқан кезде артық салмақ азаяды, денсаулық жақсара түседі, жаман аурулар азаяды. Ал жаман аурулар азайса, өмір сүру жасы ұзарады. Ең маңыздысы, сіз жаңа пайдалы әдет қалыптастырасыз. Сондықтан тәттіден бас тартуымыз қажет. Қызық ақпарат: Америкада тәттілерден бас тартуға арналған клиникалар бар екен. Тәттіден бас тарту оңай жұмыс емес. Мен өзімде тәттіден бас тарттым. Тәттіден бас тарту маған да оңай болмады, бірақ тәтті маған айтарлықтай зиянын тигізді. Денсаулығымды нашарлатты, бетіме безеудің шығуын көбейтті. Бірақ мен дер кезінде тәттіден бас тартып, денсаулығымды қалыпқа келтіруді қолыма алдым. Егер сізде тәттіге деген тәуелділік болса, немесе сіздің таныстарыңызда тәттіге деген тәуелділік болса, осы видеоны міндетті түрде қараңыз. Жақындарыңыздың арасынан тәттіге тәуелді адамдар болса, осы видеоны соларға жіберіп қойыңыз. Видео басталмай тұрып, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып кетіңіз. Ал ендеше кеттік. Бірінші ереже: сіздің салмақ жоғалтуыңызға кедергі келтіретін тәттілерді, зиянды тамақтарды үйден шығарып тастаңыз. Барлық тәтті печенье, булочка, торт, пирожный, тағы басқа тәтті зиянды тағамдарды лақтырып тастаңыз. Оны лақтырғаннан ешқандай да обал болмайды, себебі тәтті адамға өте зияны тигізеді. Егер сіз маған айтсаңыз, менің балаларым бар, мен тәттілерді тастай алмаймын, балаларым тәтті жейді десеңіз, балалар енді жетіліп келе жатқан адамдар, олар өз бетінше ештеңе істей алмайды. Біз не істесек, балалар біздің істегенімізді толығымен көшіреді. Егер сіз тәтті жеуді тоқтатсаңыз, балалар сізге қарап тәтті жеуді доғарады. Балаға тәтті тамақ берудің қажеті жоқ. Баланы табиғи тәттілермен тамақтандыру керек. Мысалы, жемістер немесе кептірілген жемістер. Бала кішкентай кезінде әдеттерді тез қалыптастырады және сол әдеттермен өмір сүреді. Егер сіз балаңызға тәтті жегізбей және тәттінің зиян екенін насихаттап өсірсеңіз, онда балаңыз осы жақсы әдетті өмір бойы ұстанады. Сондықтан ойланбастан тәттінің бәрін жинап, лақтырып жіберіңіз. Бұл бірінші, ең маңызды ереже. Тәттіні қоқысқа тастамай, тәттіден бас тартамын деп ойласаңыз қателесесіз. Себебі кешке немесе ұйықтайтын кезде сіз дәмді нәрсе жегіңіз келеді. Сіз сол кезде тәттіні жеп қоясыз. Екінші, аш болуды доғарыңыз. Бөліп тамақтану қанттан бас тартуға көмектеседі. Бөліп тамақтану дегеніміз не? Бұл күніне 4-5 рет аз-аздан тамақтану. Ал өзімізді аштықтан сақтасақ, тәтті тамақ жеу қаупін азайтамыз. Мысалы, егер сіз таңғы ас жемесеңіз, түске дейін сіздің қарныңыз ашып, түскі уақытта пайдалы тағам жегіңіз келмейді. Сіз сол уақытта тәтті торттар немесе кәмпиттер жегіңіз келеді. Себебі миға калория қажет, ал тәттіде калория өте көп. Тәтті адамға 1-2 сағаттық энергия береді. Сондықтан адамның тәтті жегісі келіп тұрады. Адам аш болған кезде тәтті жей бастайды. Сондықтан өзіңізді аш қалдырмаңыз, бөліп тамақтану бойынша жұмыс жасаңыз. Үшіншіден, тәттілерден бас тарту үшін уақыт қажет. Ол 1 немесе 2 күнде тастап кететін оңай жұмыс емес. Тәттіден бас тарту үшін апталар, тіпті айлар керек. 2-3 айдың ішінде тәттіден толығымен бас тартуға болады. 2-3 айдан кейін сізде тәттіге деген құштарлық болмайды. Төртінші, өзіңізге уәде беріңіз. Бұл техника өте керемет жұмыс істейді. Өзіңізге ғана емес, жақындарыңызға да. Немесе сіз Instagram, Facebook'та блог жүргізсеңіз, өзіңіздің осы күннен бастап тәттіден бас тартқаныңыз туралы пост жариялап, әр күн сайын оқырмандарыңызға есеп беріп отырсаңыз, сізге тәттіден бас тартуға міндетті түрде көмектеседі. Бесінші, өзіңізді әрқашан ынталандырып отырыңыз. Бұл техника өте керемет жұмыс істейді. Сіз не себептен тәтті нәрседен бас тартқыңыз келеді, соны анықтап алыңыз. Мысалы, сіз тәттіден бас тартып, денеңіздегі артық салмақты кетіргіңіз келеді. Сіз қандай дене бітімді қалайсыз, соны сурет қылып бөлмеңізге іліп қойсаңыз, сіз сол суретті көргенде ынталанып, сондай денені жасауға әрекет ете бастайсыз. Мен өзімді ұзақ өмір сүрген адамдардың видеоларын көру арқылы ынталандырамын. Ұзақ өмір сүрген адамдардың барлығы тәттіден бас тартқан адамдар. Соның арқасында олардың денсаулықтары керемет, әрі ұзақ өмір сүргендер. Қашан сен неден бас тартасың, сен сол кезде 100%-ға күшейесің. Достар, осы видео пайдалы болса, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып, және де осы ережелерді ұстанып, нәтижесін комментарияға жаза кетіңіз.